Қайырлы күн ағайын, бүгін міне қазақ осы әнін домбырада қалай тарту керек түсіндіретін болам. Міне мына жерде мысалы 5 саны берілсе, домбырадан 5-ші пернеден санап табамыз. 0 болса баспаймыз. Қағыз төменге, келесі 5 пен 7. Үстінде 5, астында 7. Астынан 7-ші пернеден басамыз, үстінен 5-ші перне, қағысы жоғарыға. Жайла, астындағы буынын қосып айтуға болады. Тағы да 5 пен 7 төменге, қағыс мұны жоғарыға. Онда жүрген жігіт, гіт дегенде міне 5 пен 5-ке барамыз. Үстінен де астынан да 5-ші пернеден басамыз. Қағысы жоғарыға. 5 пен 8, 5 пен 7, 5 пен 5 болсын.